Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгінгі видеомызда тракторды ағаштыратын боламыз. Видеоны каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Тракторды пайдаланған себебі трактордың көмегімен ағаш шықпаса, ағаш үлкен қара ағаштар ары қарай сүйреп кетіп, сетканы құртуы сол себепті осылай трактормен тартып, бензопиламен кескеннен кейін ескі трактормен тартып осылай ағаштарды шығатын боламыз. Видео өте қызық болды, сол себепті аяғына кеңес беремін. Екі арқанымызда шпагатпен жасалған, сол себепті сенімсіздеу болғандықтан екеуі тартып отырмыз. Бұл арқандар шпагатчы арқандар негізі ағашқа арналмаған екен, сол себепті олар тартқан кезде созылып кетеді, резина секілді. Сол себепті троспен тартуға кеңес беремін, бірақ ондай ұзын трос бізде табылмады. Сол себепті осылай арқанмен тартуға тура келді. Осы ағашты трактормен сүйремесек, адамның күші келмейді. Тракторымыздың маркасы Т-40. Өзіміз эмблемасын қолдан жасаймыз. Ал, қазір кесейін деп жатырмыз. Кетр деген бензопила. Бензині бар ма? Қазір бензині бар ма екен, бұны тексерейік. Көктемде жер қоршау үшін осылай не етеміз? Бензині бітіп қапты. Бензопиланың бензиніне кішкене май араластырамыз. Жақсырақ нетеді, өйткені оларда машинаның сияқты мотор болмайды. Май нететін. Сол үшін өздеріңіз де білесіздер бірақ. Ау, үстіне ме? Ол бензиніміз кішкене 200 мл май құямыз. Моторды баяғыда. Цеп майлайтын май. Bunu da bölек құйылады. Солай бензопилаларыңызға күтім жасамасаңыздар, долго служить етпейді. Сол себепті осылаймен жасап тұрамыз. Достар, видео ұнап жатса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Болды, бәрін жасап қойдық. Кесуге дайын. Кішірек бензопилалар көп бензин жемейді. Т-40 тракторы қарағаттың күші бар. Моторы және ремонттаған. Ағаштарды трактордың күшімен құлатпаса, адам шамасы келмей ары сеткізен асып кетеді. Осылай. Осындай стойкалар дайындап қойдық. Жер қоршағанға. Жылдан қалмай жер қоршайын деп жатырмыз. Оны да сіздерге көрсететін боламын. Әлі жоңышқа егеміз. Алда көп деген видеолар шығады. Сол себеп достар. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Колокольчикті басыңыз, обязательно басыңыздар. Сонда сіздер шыққан видеоларды бірінші көріп отырасыздар. Видеоларды үзбей телешкаға тиеп, ары қарай поляға барып қоршайтын боламыз.
келесі видеода қандай колючий проволока алдым, соны көрсететін боламын. Каналымызды қолдап отырыңыздар. Басқа топтарға жіберіңіздер. Сіздерге осындай қарағашпен қоршауға кеңес беремін. Себебі қарағаш өздеріңіз білетіндей талай жыл тұрады. Мықты ағаш, шірімейді. Ортасында күміс деректі кетіп қалды. Егерде бір шіріген ағаш тұрады, онdan кетіп қалды. Тракторымызға дозатор орнатылған. Қазір көптеген адамдар, әсіресе қазақи контентте ютубта осындай дозатор орнатқан танымал болады. Қалай орнаттым, сіздерге қызық болса осында түсірейін. Қазір мен тракторымызды оталдырайын деп жатырмыз. Ағашты осылайынан тарту керек. Сіздерге осындай форматта видеолар ұнаса, комментарийге жаза кетіңіздер. Ары қарай жалғасы болады. Ал егер сіздерге арқан тартыс не ұнаса, оны да жаза кетіңіздер, сондай видеолар салам. Менің каналым әртүрлі видеолар салынатын болады. Сіздерге қызық болу үшін барлығы. Арқандар жақсы тартып тұр. Қазірше бос қалып, біраздан кейін тартатын болады. О, міне, ағашымызда жықтық. Барлығы техниканың арқасы. Осылайынан жығып тұрыңыздар сіздерді ағашты техникамен. Қолдың күші келмесе. Ағаш уже бүршік жара бастапты. Барлық бұтақ бұлай өсіп кетіп қояды ма? Барлық бұтақ ары қарай өсіп кеткен. Қалай қарай жығасыздар, сол жаққа қарай осындай арбуз кесіп алсаңыздар. Ыңғайлы ғой. Стойкіге жарамайды. О жерден қайырдан былай қарай стойк жасаңдар да қалған. Мына жерден былай қарай қалдырасам да қораға лапасқа, иә? Ұзын қылып кесіп қой? Иә. Навеске керек болады. Жоқ, шіріп кетпей ме тұрып? Орында тұра берсін бұл ағаш. Артан келеді. Ағашта уже сок пайда бола бастаған, сол себеп тезірек кесіп жатырмыз. Қазір шырпылап ары қарай жинайтын боламыз ағашты. Міне. Мынау алдында сіздер айтқан жирентай. Қара не? Дөнен. Достар, сіздерге трактордың салонын көрсетейін деп отырмын, сорықтым. Қазақтардың көбісінде осындай сорық бар деп ойлаймын. Российский трактор. Өте мықты трактор. Кезінде Совет үкіметі кезінен бері осы тракторды ұстап келатырмыз. Одан ішін өзін бояп жасадық. Айна орнатып.
Достар, осымен видео аяқталды. Видео ұнаса каналға кіріп лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.